Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Динара, және Динарада тематикалық видео. Блогтың бәрін әрі ысырып қоямыз, енді тематикаға көшеміз. Ал мен барлық мектеп бітірушілерді мектеп бітірулерімен құттықтаймын, және бұл видео сіздерге арналады. Яғни мектеп бітіргендерге. Егер мектеп бітірмеген болсаңыз, алдағы уақытта керек деген ойдамын, себебі ұлттық бірыңғай тестілеу жайлы айтатын боламыз, және ондағы әртүрлі эмоция, сенімділік, сенімсіздік, қобалжулар, мен сіздерді түсінемін. Тура осыдан бір жыл бұрын менде тапсырған болатынмын. Менде де әртүрлі эмоциялар болды. Өте қиын болған болатын. Бірақ өте келе, бұның түкке тұрмайтын жағына тестілеу екенін түсінесіз. Ең біріншіден өзіңізге сенімді болыңыз. Себебі сіз сенімді болған жағдайда ғана ата-анаңыз, туған бауырларыңыз сізге сенім артады. Екіншіден, қандай жағдай болмасын, ойыңыздағыдай нәтиже болмаса, бұл өзіңізді кінәлауды немесе оған біреуді кінәлауды, ренжудің қажеті жоқ, себебі бұл сіздің өміріңізде болатын заңдылық және сол орындалды деп қабылдаңыз. Үшіншіден, бұл мектепті бітіргеннен кейінгі масштабты түрдегі тестілеу, және бұл кішкентай коридор деп алыңыз. Оқушы мектептен болашаққа апарар жолға кішігірім коридордан 3,5 сағатта өтіп кетеді. Болды. Өткеннен кейін артыңыздан бір ауыр жүк түскендей болады. Менде тура сондай сезім болған. Сол күні ешқандай артық заттар тағудың, моншақ, ондай керек емес, себебі ол сізге қиындықтар тудыруы мүмкін, әрине. Және осы кезден бастап өзіңізді сенімділікке, алда бәрі жақсы болатынына, жақсы нәтиженің болатынына, жақсы балды сіз алып шығатыныңызға сенімді болыңыз. Себебі 3,5 сағатта осы кезге шейін оқып, білгеніңізді жазып, тапсырасыз, болды. Қандай нәтиже болмасын, сіз өзіңізге деген сенімділікті және білетініңізді ұмытпауыңыз қажет. Тағы не айтсам болады екен. Менде қандай жағдай болмасын, менде сіздермен біргемін. Бәрі жақсы болады деген ойдамын. Қазірден бастап жақсы ойларды ойлап, жақсы демалып, тынығып, телефонды көбінесе телефон немесе басқа да нәрсемен көп отырудың, интернетті көп пайдаланудың қажет жоқ. Көбірек демалып, жеміс-жидектер, пайдалы миыңызға қажетті тәттілер жеп, өзіңізді толықтырып алыңыз, және өзіңізді жігерлендіріңіз, себебі ол міндетті түрде қажет. Көбінесе болады мынандай 3-4 күн қалған кезде мен болды шыдамаймын, немесе болды осы шыдағанды жетер деп тоқтап қалатындар бар. Бұл керек емес, ол дұрыс емес деп ойлаймын. 3-4 күн қалған кезде, аз уақыт қалған кезде өзіңізді жігерлендіріп, осы кезге шейін болмаған күш-жігеріңізді тасытып тұруыңыз керек, себебі бұл міндетті түрде қажет. Бұл видео сізге пайдалы болды деген ойдамын, және бұл кішігірім менен арнау болатын. Не болса да болады, енді алдағы күтіп тұрған тестте сәттілік, және оны қатты қобалжып, қатты миыңызға бүйтіп стресс етіп қабылдаудың қажеті жоқ. Өзіңізді жақсы ұстап, әдеттегідей тез тапсырып шығамын деп қазірден бастап настраивать етіңіз. Бұл сізге көмектеседі, әрине. Алдағы уақытта жақсы видеолар күтіңіз менен. Барлықтарыңызға сәттілік, мені қолдағандарыңызға, жақсы тілектер білдіріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздермен бірге мен Динара.